Уағызсыз Құран түсіндіремін, part 1. Өздеріңіз білетіндей, қазіргі уақытта лицензиясыз уағыз айтқан адамдардың барлығын жауапқа тартып жатыр. Сондықтан мен сіздерге уағызсыз Құранды түсіндіремін. бүгін құмырсқа жайлы сөйлесетін боламыз. Әлемдегі ең кішкентай әрі ең әлсіз жәндік құмырсқа жайлы Құранда не айтылуы мүмкін деген сұрақ туындауы мүмкін. Бірақ бұндай сұрақ туындамасын. Құдай тағала құмырсқаның өзімен мысал келтіруден ұялмайды. Құранда құмырсқа жайлы арнайы аят бар. Тіпті 9 беттік құмырсқа деген сүре бар, яғни Ән-Нәмл сүресі. Нәмл сөзінің мағынасы құмырсқа. Бұл аятта құмырсқа мен Сүлеймен пайғамбардың диалогы өтеді. Мағынасы: Сүлеймен мен Сүлейменнің әскері құмырсқалардың ұяларына келген сәтте бір құмырсқа: "Әй құмырсқалар, ұяларыңа кіріңдер, Сүлеймен және оның әскері сендерді байқаусызда сындырып кетпесін" дейді. Бір ғана диалог болып көрінген бұл аятта Құдай тағала екі ғылыми жаңалықты 1400 жыл бұрын ашық қойды. Біріншісі, бұл аятта яхтиманнакум етістігін қолданады. Яхтиманнакум етістігінің түбірі хатама, тура мағынасы сындыру, бөлшектеу, майдалап тастау, үгіту деген мағынаны береді. Неге құмырсқа сындырып кетпесін деді? Неге езіп кетпесін демеді? 20 ғасырдың ғалымдары құмырсқаны зерттеген сәтте құмырсқаның 3,1% сынғыш зат, яғни хитиннан тұрады екен. Сыртқы бөлігі экзоскелет. Хитинға қатты нагрузка бергенде ол уатылып, майдаланып, сынып кетеді, яғни езілмейді. Бұны сынап көру үшін бір құмырсқаны өлтіруіңіз міндет емес. Бар болғаны балалық шағыңызда құмырсқаны қалай езгеніңізді есіңізге түсірсеңіз болады. Олар езілді ме? Әлде басы бір жақта, денесі бір жақта болып сынды ма? Бұл жай ғана кездейсоқтық па? Басқа кітаптарда кездейсоқтық болуы мүмкін, бірақ Алла сөздерін кездейсоқ қолданбайды. 1400 жыл бұрын микроскоп жоқ кезде бұны қалай білді деп ойласаңыз, Құран да Құдайдікі, құмырсқа да Құдайдікі. Осы аяттағы екінші ғылыми жаңалықты келесі видеода айтатын боламыз. Оған дейін сіздер ізденіп тауып қойыңыздар. Құран барлық ғасырларға арналған кітап. Ол тек бір уақыт немесе арабтар үшін, қазақтар үшін емес, бүкіл адамзатқа және барлық дәуірге арналған. Оның мағынасы уақыт өткен сайын ескірмейді.